Ойерке жаңа ғана қоректену үшін алып қабанды аулап өлтірген еді. Қуанып үлгермей жатып кенеттен бір алып мұртша пайда болып, екеуін де әуеге көтеріп әкетті. Жеп қояр сәтте кішкентай көк маймыл секіріп шығып, оларды жойғын сегізаяқтың аузынан құтқарып қалды. Оларды қайта түкіріп жіберді де жерге құлады. Бірақ сегізаяқ оларды жібере салатын сынай танытпады. Көк маймыл екеуін асығыс түрде өткір шөптері бар шалғынға бастап барды. Алайда сегізаяқтың өзі орасан зор еді. Сондықтан оның үшкір шөптері оған мүлде зиян келтіре алмады. Мұны көрген Ойерка бірден үлкен ағашты құлатып, құлаған діңін тірек ретінде пайдаланды. Бар күшін жинап секіріп, қылышын сегізаяқтың басына қадады. Кешке қарай үшеуі сегізаяқтың мұртшаларынан мол ас әзірледі. Кішкентай маймыл тіпті Ойеркаға түкіртте алды. Анна Ойеркаға: "Көк маймыл сені белгіледі, бұл саған сенетінін білдіреді" деді. Кішкентай маймыл Ойерканы қатты ұнататын сияқты еді. Ол тіпті оның қимылдарын да қайталады. Келесі күні таңертең үшеуі жаңа пана іздеуге шыққанда кездейсоқ улы жыландардың аумағына тап болды. Анна жыландар жақсы көретін жемістерді шығарып, олардың назарын аудармақ болды. Бірақ олар алдарында бұдан да үлкен қауіп күтіп тұрғанын білмеді. Бұл «Хищник. Планета смерти» атты тамафильм.